Облыс әкімінің бастамасымен жарияланған туған жерге тағзым акциясы Хой ауданында да жемісін беруде. Жаппас компани және Көкжар строй-логистика серіктестіктері Саралжың ауылы мен Шүйқұдық елді мекен жалғайтын көпір салып берді. Жоба құны 11 миллион теңге. Құрылыс жұмыстары небәрі 2 айдың ішінде аяқталды. Игі іске ауыл жастары да тартылды. Осылайша ескі көпір қайта жөнделіп, қолданысқа берілді. Саралжың ауылдық округінің Шүйқұдық елді мекеніне баратын жолдың көктем айларында ең қиындық тудыратын жер осы Қойбағар көпірі болатын. Ауыл тұрғындарына қиын жол қатынасы көктемде, күз айларында қиын болатын себебі мынаны Қилы өзені ағады. Енді былтырғы жылдан бері облыс әкімінің туған жерге тағзым акциясы аясында округте көптеген жұмыстар жасалды. Биыл 18 жылы осы бір үлкен жұмыс, осы мына Қойбағар көпірін салу. Акция аясында көптеген жұмыстар жасалып жатыр. Ауыл